Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айзада, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмді әрі әдемі мерекелік жаңа жылдық салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса каналыма тіркеліп пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Ал ендеше бастайық. Бізге керек заттар: 2 піскен жұмыртқа, піскен күріш, консервіленген бұршақ, крабовые палочки және де қияр. Ең алдымен бұршақты және күрішті бір ыдысқа саламыз, ал жұмыртқаны біз салатымыздың сыртын әсемдеуге қолданамыз. Краб таяқшаларын ұсақ төртбұрышты бөліктерге турап, салатымыздың үстінен салып отырамыз, яғни бір ыдысқа барлығын қосып отырамыз. Қиярды да дәл солай ұсақ төртбұрышты бөліктерге тураймыз. Қиярды турағанда көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі жұмсақ жерін алып тастайтын боламыз. Бізге қажет тек сырты ғана. Дәміне қарай сәл тұз себеміз және де майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді салғанда бірден көп салып тастамаңыздар, өйткені бізге салатымыз өзінің формасын ұстап тұратындай қажет. Ал енді осы салаттан біз қоянның формасын жасайтын боламыз. Мен форма үшін осындай тарелканы қолдандым. Сіздер бұлай бірден тарелкаға жасай берсеңіздер де болады. Нығыздап осы шұңғыл ыдысқа салдым да, үлкенірек тарелкеме салып формасын келтіріп алдым. Бұл бізде қоянның басы болады. Енді кішкентай қасықтың көмегімен аздан салып отырып, қоянның 2 құлағын жасайтын боламыз. Достар, бұдан бөлек мерекелік дастарханға арналған салаттардың және оңай дайындалатын тіске басарлардың рецепттерін менің каналымнан таба аласыздар. Ал енді жұмыртқаның ағын үккіштің ұсақ көзінен өткізіп аламыз. Сарысын да дәл солай ұсақ үккіштен өткізетін боламыз. Жұмыртқаның ағымен біз қоянның сыртын қаптаймыз, ал құлағының ұштарына жұмыртқаның сарысын қолданатын боламыз. Мен бір жұмыртқаны үккіштен өткізіп едім, ол көп болады екен. Жарты жұмыртқаның сарысы да жеткілікті. Ал жұмыртқаның ағына менде 3 жұмыртқаның ағы кетті. Видеода көрсетілгендей сыртын толығымен қаптайсыздар. Ал қоянның көздерін жасау үшін мен кишмишті қолдандым. Сіздер оливкеді қолдансаңыздар болады, немесе қара жүзімді қолдансаңыздар болады. Және де қиярмен әсемдедім. Одан кейін көздің қарашықтарының үстінен, яғни кишмишіміздің үстінен майонезбен осындай ақ точкалар жасауды ұмытпаңыздар. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркелу арқылы тек менің оқырмандарыма арналған тортқа дәмді крем жасап жинаудың видеосын көре аласыздар. Сәл әсемдік қосу үшін мен салат жапырақтарын және қызанақты қолдандым. Оның бәрі ары қаратай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Осымен біздің келер жылдың символы қоян бейнесіндегі салатымыз дайын. Өте дәмді, ерекше, әдемі болып шықты. Барлықтарыңыз жасай алатындай оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.